Ал енді берілген y тең x квадрат қосылған 4 параболаның графигін сызайық. Бұл үшін біз параболаның төбесін тауып алуымыз керек, дұрыс па? Оны табу үшін біз А, Б, С коэффициенттерін жазып алайық. А коэффициенті 1-ге тең, Б коэффициенті бар ма? Жоқ, 0-ге тең, және С коэффициенті 4-ге тең. Демек, парабола тармақтары жоғары тармақталған, дұрыс па? А 0-ден үлкен болып тұр ғой, демек жоғары тармақталған. Енді осы функцияның параболаның төбесінің формуласын жазып, осы коэффициенттерді орнына қойып тауып аламыз. Сонда минус b минус 0, 0-дің өзі, бөлінген 2 көбейтілген 1, ол дегеніміз 0-дің өзі болады, дұрыс па? Графиктің y нүктесін табу үшін біз 0-ды осы функцияға әкеп қоямыз. Сонда y-іміз 0 қосылған 4 болса, 4-ке тең болады. Демек, парабола төбесі бізде 0 және 4 нүктесінде берілген. Енді біздің параболаның төбесі бар, жоғары тармақталған екені көрініп тұр. Енді топа-тураны салу үшін біз бірінші алғашқы сабақта біз өттік қой бүгін, 0 координата басын жазып аламыз да, біз x-тің квадраты функциясын жазып алайық, x-тің квадратын функциясы ол уже жаттаңды болу керек, 1-де 1-ге тең, 2-де 4-ге тең, 1, 2, 3, 4-ге тең, минус 2-де 4-ге тең, минус 1-де 1-ге тең. Мұна берілген функцияны сызып аламыз. Осы функцияны сызып алдықта, енді плюс 4 болғандықтан, оны не істейміз? 4-ке жоғары көтереміз, дұрыс па? Демек, біздің графиктің төбесі, параболаның төбесі 0 мен 4-ке шегерді жоғарыға көтерілді. Демек, мына әрбір нүкте 4 этажға көтеріледі. 4 этажға көтеріледі, мына. Екінші, осы біз тауып отырған функциямыздың графигі осындай болады. Мына. Ол біздің бүгінгі алынған білім негізінде орналасқан. Ал егер бұны ерінсеңдер, ашин ғана таблицаны құра саласыңдар болды. Ол уже последний выход сендерде. Минус 2, минус 1, 0, 1, 2 нүктелерін алып, ешқашан ұтылмайсыңдар. Бұл нүктелерді аласыңдар да мына графиктің функцияның x-тің орнына қоясыңдар. Сонда минус 2-нің квадраты 4. 4-ке 4-ті қосамыз 8. Минус 1-дің квадраты 1 қосамыз 4-ті 5 болады. Қазір тексереміз мұнамен, 0-дің квадраты 0 қосылған 4, 4-дің өзі болады. 1-дің квадраты қосылған 4 және 2-нің квадраты қосылған 4, 8 болады. Енді тексерейік. Мынау бізде 4 болса, 5, 6, 7, 8 мұна. Көрдіңдер ма? Минус 2-де 8-ді берді мұна. Дұрыс шықты ма? 0-де 4-ді берді. Дұрыс па? 1-де мынау 5-ді берді. Дұрыс па? Мұна 5. 1-де 5, 2-де 8 мұна. Тупа-тура шықты.